Атым Қабыл, Көңашардан табыл деп осынан табылдым. Ағайын осынан шіркен сабыл деп келдім. Менің қозғайтын тақырыбым кезіндегі біздің балалық кездегі ауылдағы той. Түнгі сағат 11:30. Той қызып атқан кез, ол кездегі ең хит өлең мына өлең еді. Естеріңізге түсіріп көріңіздер, кетті. Той қызып атыр. Той қызып атыр. Сол әулетте 3 күйеу баласы, бажалар ғой енді. Бажалар бас осыда не істейді? Бас жазады, болмаса картон еді. Бір 3 база, оған той қызық емес. Анау отырған моншаның ішіне кіріп алады да, картон отырады. Бітеп отырады олар. Алды ма? Басы. Осылай естіледі. Өтесей? Міне, көрдіңіздер ма? Одан кейін тойхана, той отқан жерге оралайық. Ол кездегі ең ауылдағы хит адам, ауыл әкімі, одан кейін музыкант. Ойбай, ана музыкант деген де, оны шақырудың өзі әлек. 1 сағат кешік білет, аппаратын құрып алады да, бірақ ауылдың музыканттары бір жаман жері өздерінің аппараттарында өздері көңіл толмайды. Оларға өзінің аппараттан шығып отқан музыкасы құлағына былай естіледі. Keçе. Басалағы. Міне, осылайды. Одан кейін бір апам бар. Сәлима деген апам бар. Өңші тойдан қалмайды. Ол барады да, колонканың түбіне барып тұрып алады да, билеп тұрады. Оған музыка былай естіледі. Просто екі құлақ естімейді, ештеңе естімейді ғой. Міне, осылай естіледі. Көрдіңіздер ме? Одан кейін бір көкем бар. Нағаш көкем. Есімі Берік. Бәкең дейді, бәрі Бәкең дейді. Ол көкем тойда той болады. Тойда бит билеп жүреді. Оған музыка былай естіледі. Міне, оған ештеңе қызық емес. Қасында жеңгеміз жүреді, жеңгеміздің бар ойы ағамыз үйіне қайтарып, анақта балам, анақта күйеуі, орта шырлап жүрген жеңгеміз. Ол кісіге музыка былай естіледі. Міне, осылай естіледі. Одан бөлек одан кейін кішкентай балалар бар. Одан кейін балалардың бір ойнайтын жері колонканың түбіне барып алады да, бит тұрады колонканың түбіне барып. Не деген музыка мынау, не деген музыка есту. Одан бөлек көкеміз бар. Ауылдың шетінде тұрады. Ар шетінде мазарда зиярат. Шетінде тұрады ауылдың. Бұл көкемнен бір ауызша сұраған ғой бір. Сәке, ар шетің мазар, бер шетің ауыл. Ағам мазардан қорықпайсың ба? Десе көкем айтады дейді. Немедей қорқам? Мазар жатқан бәрі біздің ауылдарындар ғой дейді. Міне, ол көкем. Рас. Ол көкем ауылдың шетінде тұрады. Ешқандай тойға келмейді. Шақырады, бірақ келмейді. Бірақ өміріне қалап. Бірақ айтатын сөз бар. Ай. Қолында құман, түнгі сағат 3-те шығады. Ол кісіге ауылдың ар шетінде тойдан музыка былай естіліп тұрады. Үйіне кіріп баратса да. Не деген сұмдық анау? Астарында бірдеңе бар. Міне, мен айтқым келген құрметті ағайын, ең бастысы қазақта той бітпесін, қазақтың тойы көп болсын. Қабыл өте жақсы. Өте керемет. Той туралы, ауыл мен той, ауылдың тойы әртүрлі. Мен ойлағым, қайтадан палатка, тағы бірдеңе, соны айтайын деп жатыр ма деп. Әсіресе бала кезімде құлағын жауып тұрады, мен де істейтінмін, білмеймін. Қалғандар қалай екен, оны барлығымыз істеген шығармыз. Жаңағы ана неше түрлі есік жауып қалған кезде ар жағында той болып жататын, ауылдың сыртында жүрген барлығын әдемі келтіргенсің. Әр музыканың өзіне